Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? Күнсіз болмас дүние, күнсіз болмас. Түнсіз болмас дүние, түнсіз болмас. Шарқырап айлы түнде жұлдыздардай, махаббат ешқашанда мұңсыз болмас. Тірліктің талай күні солған мез, тағдырдың талай мұңы болған мез. Өмірге келгеніңе өкінбесін, өкінбесін, өкінбесін. Жігіттер, қыздар, мұңая бермей, мұңды өлең емес, өзіміз дұрыстап әңгіме айтайықшы. Мектепте де қимайды екенсің, айтыңдаршы. Кеше ғана бірге оқып отқан партамызды қалай сағынбаймыз? Әлгі Айгүл апай ше? Мен жек көретін. Сол кеше келіп маған келіп, Самалжан, сен сондай тәрбиелі, сен сондай сыпайы қызсың, сен үлкен белестерді бағындырасың деп көзіне жас алыпты. Ол сені үнемі жақтырмай жүруші еді ғой. Сен не дедің? Ой, оны қойш, мен не деймін? Мен де, Айгүл апай, сіз де сондай жақсысыз, сізді де сағынатын болды дедім. Сен өтірік болсын сағынады екенсің ғой. Ал мен мүлдем сағынбаймын. Қойш, әрең отырдық қой 11-ші сыныпта. Негізі 9-ші сыныптан кейін адам құсап кету керек болған ғой. Мынау ғой мен алып қойған. Әйтпесе қашан мен, қашан кетіп қалатын ем ғой. Әйтпесе не? Ойбай, сұмдық дамып не, байып кетермедің не? Әңгіме баю да емес қой, жігіттер. Әңгіме барлығымыз енді отырмыз ғой, осы 5 дос. Баю туралы сен айтпай қой. Тимеңдер. Сенің әкең сияқты. Менің әкем болса, мен қашан жүретінім? Ақшаң болса, қалтаңда, талтаңда да талтаңда деп істеген уайымдамай өз-өзімен. Досым, білім бәрібір керек. Дұрыс, сен олай деме досым. Құш, қайдағы білім? 11 жыл бойы оқыдық қой. Ешқандай білім керек емес. Міне еркіндік. Менде өзіміз білеміз не істесек те. Әй дейтін әже, қой дейтін қожа жоқ, өзіме-өзім бастық болып мен жұмыс істеймін. Дұрыс айтасың, таңдау өз қолымызда. Білесіңдер ма? Қазір елестетіңдерші. 4-5 жылдан кейін біз не істейміз, қайда боламыз, біздер не, кім болып, қайда баратындарын шештіңдер ма мысалы? Мен я. Қазір барлығымыз армандарымызды айтып, тура осы жерде 5-6 жылдан кейін кездессек, тура сол нәрселерді айтып, орындалды ма, орындалмады ма, соны білейікші. Давай, сен бастасаңшы, біз сені қоштаймыз. Ал жан саян, құлағымыз сенде. Таңға дейін әлі 2 сағат уақыт бар, асықпай. Мен ба? Мен дәрігер болам деп шештім. Күшті. Негізі хореограф болуды армандағам. Бірақ ол мен тек қана бір хоббим болып қалатын болды. Негізі би деген сезім мен дененің үйлесімдігі ғой. Бір сөзбен айтқанда гармония. Гармония? Бірақ дәрігер болу ол менің миссиям болып қалу керек. Өмірлік миссиям? Қойш, менің ойымша өмірлік миссия деген ол әйел адамында ертең күйеуге тигеннен кейін әйел бала шағасын қасында тамағын жасап күйеуін күтіп отыру керек қой. Ойбай, басталды емес. Ол атам заманнан келе жатқан нәрсе ғой, жігіттер, қыздар. Енді ол бұрынғы нәрсе ғой? Жоқ, мысалға бұрында ата-бабамыз мамонт аулаған, андай найзалармен дейді, мамонттарды аулаған, бұзау аулаған, қоян аулаған, сол неше түрлі күні бойы аулаған затын кешкісін үйіне әйел бала шағасына әкеп берген кім?
еркек. Ал еркектің миссиясы ақша табу. Сол үшін мен ақша табам, өз жұмысымен айналсам. Енді заман өзгерсе де, адам өзгерген жоқ. Сөйтіп мен өз жұмысым жасап, короче, мен ақша табам. Дұрыс айтасың. Арсен, сен не істейсің? Білмеймін деп айтпай қой. Бұл үшін әкесі бәрін шешіп қойған. Я паған бәрін шешіп қойған. Америкаға бар оқып кел дейді, бірақ мен барғым жоқ. Көреміз ғал, ой көп дегендей, нақты ештеңе шешілген жоқ қал. Бұйырса барарымыз, бұйырмаса оны көреміз. Самал, сен арманың не? Ал Сәке. Менің арманым модельер дизайнер болу. Болам деп шештім. Қазақи ұлттық нақыштағы киімдерді тігем. Мысалы, қазір ондайлар жоқ қой. Жастардың көбісі ондайларды көшеде кие алмайды. Тек наурызда, тойда киеді. Ал менің тіккен киімдерімді жастар көшеде де, жұмыста да, любой жерге киіп барады. Ал бұны предапартия дейді. Предапартия? Иә. Мынау күшті ғой. Жоқ, мен ойланғам осы нәрсе туралы. Андай, енді өзіміздің жастар талабына сай киінгің келеді ғой. Мына жерде қысқа шапандар болса өзімізге сай. Мектепте болмаса басқа жиындарға барған кезде киіп жүретін. Күшті жарасады. Ал анау аталарымыздың тойда жабатын шапандарын қайтып киіп жүресің оны. Бәрі күледі ғой, оны киіп жүрсің. Сол ғой. Төнші. Мен заңгер болам. Юрист. О, заңгер. Ал спорт ол жай ғана мен үшін хобби. Ең мықты заңгер ол кез келген салада керек. Мысалы, жұмыссыз қалмайсың. Бір жағынан өз құқығыңды білесің. Заң мықты болса, мемлекет мықты болады. Заңгер аға, жолыңыз болсын. Әумин. Әумин. Өлесің ба, қайтесің? Әрсен, қалайсың досым? Бекзат. Әрсен, қалаға кеп олдың ба не? Брат, танымай қалдың ба сен? Өт тоқташ сөйлесің. Ар жаққа тоқташ жүр. Талай гүлім солған менен тағдырда. Сол досым. Мопедпен ары-бері доставка жасап. Мені қоя берші. Сен өз не болды өткенде Гарвардқа түсіп? Одан кеп қалдым ғой мен. Ұнамады, өзіміздің Шымкентке жетпейді. Досым онда оқу үшін бас керек. Америка еркінді басқа қала дегенде, бірақ әкем айтты, оқи алмаймын деді. Түсінді? Қайттым. Біздің балдар қыздардан кімді көріп тұрасың? Кімді дегенде? Кім керек? Өзіміздің қыздаршы. Балдар, Жансая, Самал, Аслан дегендер не істеп жүр осы? Барлығы осында досым. Кешке бір бас қосайық та? Шынымен сөйтейікші. Мен онда Асланға звондаймын, одан кейін қыздарға да айтам. Олар қуанатын болды ғой, Америкадан сені келді десем. Қуана жиналды досым. Болды онда, барлығын айт. Кеш сағат 7-те сол жерде болсын. Барлығын өзім көтерем, ойымда мыңдар. Беймарал келе беріңдер. Кафе бар жоғырақта. Қайсысы? Өзіміздің ше. Жоғар жақта. Сөйтейік онда, бәріне айтып ескертем. Сен пырылдағын байқап жүрші бірақ. Ой, ол жолда ғой асығып клиенттерге Құдай сақтасын. Құдай сақтан сен сақтайды досым. Қанша дегенмен жол ғой? Уайымдамашы мен. Бәрін ет келсін, ешкім қалып көрмесін. Айтып қойған досым. Басқа жұмыс істеп жатқан жоқсың ба? Жоқ, осы доставкада жүрмін досым.
Алло. Қалайсың, Аслан бей, Жосқа бей? Жақсы өзің, Бекзат бей. Жақсы, амансың. Короче. Арсен келді Америкадан. Қойш, Америкадан ба? Америкадан келді. Оған бұл жерде не бар? Оны өзі айтып береді. Короче, кешке кафеге шақырып жатыр. Қыздарға да айтшы, кешке жетті өзіміздің орнымызда деп. Сосын Самалға да айтшы. Просто сен сөзің өтімді ғой. Давай, Самалға да айт. Арсен сұрап отыр. Жақсы, кездескенше. Алло? Сәлем, Жансая. Сәлем, Асан, қалайсың? Қалайсың? Арсен келіп қой Америкадан. Қойш, демалысқа келген ба? Жоқ, бір жолға келіп тұр. Кешке бас қосайық дейді. Қалай қарайсың? Жақсы қарай. Көрейік, әңгімесін тыңдайық. Бірақ мен бүгін сағат 5-те биге барам. Сол жақта мені алып кетсеңші сағат 6-да. Болды, барам. Не ғой, Самалға өзің айта салшы. Арсен сұрап отыр екен. Да? Айтайын онда. Мен онда 5-те қазір биге барам. Содан соң барып кездесейік. Аха. Жақсы. Давай, пока. Ой. Алло? Сәлем, Самал, қалайсың? Сәлем, жақсы, өзің қалайсың? Менің саған айтар бір керемет жаңалығым бар. Америкадан Арсен келіпті. Қош? Өзіміздің Арсен ба? Шын айтам. Ол бізді барлығымызды сенің құрметіңе бүгін кафеге шақырып жатыр. Мені? Өзі айтты ма солай деп? Шын айтам. Бүгін сағат 7-де Чехов деген кафеде күтеміз. 7? Жақсы, бұйырса барам. Кездескенше, давай. Кездескенше. Арсен. Раз, два. Молодцы, қыздар. Рахмет сендерге. Сау болыңдар, үйлеріңе қайтсаңдар болады. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. Мынау не yapsındır? Не істедің, Төлейм дедім ғой, төлейм, қойшы. Қалай төлейсің, Мынауға қуып тұрған. Ақшаңды жоқ қой сен. Қарысың мұнеға, білесің оны? Түріш шықып бар, ақша тауып кел. Артың ары ойнамайсың ба?
Ағай, Қайда шыққансың? достармен отырсын бар еді. Болды, ертең кешіп көр. Хорошо. Мына қыздың фигурасы ат екен. Беші ғой. Беші болса не өпті. Қарындас, шығарып салайық ба? Кеш батты дегенде бұзақылар бар. Жоқ, рахмет. Мен жігітімді күтіп тұрмын. Жігітің бар ма? Онда жігітің келгенше таныса тұрайық та, менің есімім Мико болады. Жоқ, жігітімді күтіп тұрмын деп айттым ғой. Бізді менсінбей тұр ғой, сонда не? Біз сонда саған жігіт емеспіз бе не? Тоқташ, бұндайлармен сыпайы сөйлескен жараспайды. Қарындасың, танысайық. Жоқ, мен қазір жігітіме звондаймын. Жігітіме звондаймын дейді. Қашамыз бұл. Жігіттер! Солай екендерің дұрыс-ау. Қайда болдың? Сен не мықтысың ба не? Мықтымын. Қайда отыр екен ол? Террасада отырамыз деген. Балконда емес па? Терраса. Міне отырбысың американец? Охо! Ассалаумағалейкум. Қалайсың досым? Сала. Астенсик! Қалайсың, бауырым? Қалайсың, брат? Амандасың. Фильмге. Кері отырыңдар. Отырыңдар. Қалай келдіңдер? Жақсы, күшті. Қалайсыңдар жан? Жақсы бәрі. Ғажайыпты. Сол. Не жаңалық жігіттер айта беріңдер. Арсен, елге оралуыңмен қалай, Америка орнында ма? Рахмет, брат. Америка орнында ғой. Бірақ жүрек орнында болмай сендерді сағынып кеп қалдым ғой осында. Ал мен болсам, сен самалды сағынып деп естідім ғой. Ту, Жансая, қош тағы бастадың ба? Сен де сағындың ғой? Бүгінгі кеш тойға аласады десеш. Бұйырса? Ондай болса, екі жастың бақыты үшін алып қояйық. Алып қояйық. Бәріңіз бақытты болайық. Ал, Арсен, досым елге оралуыңмен бір сөз бар еді ғой, ол еді? Өзге елге. Өзге елде сұлтан болғанша, өз еліңде ұлтан бол дейді. Бірақ әңгіме онда емес. Жалпы Америка қалай? Американың адамдары, қыздары ма? Қыздардан бастасайсың. Қалай екен? Енді басқа ел болған соң менталитет, қала мүлдем басқа. Бірақ досым, қыздары біздің қыздарға жетпейді. Охо, әрине. Қазақтың қыздары ең сұлу қыздар ғой. Әрине жетпейді. Бүгін не болған білесіңдер ма? Не болды? Бүгін жұмыстан шыққан кезде бұзақылар маған тиісіп, сол жерде мен Аслан құтқарып алды. Үш жігітті үш жаққа бош етіп шашып жіберді ғой. Тура бір кинодағыдай. Бош? Шынымен ба? Иә. Қалай, не болды? Қалай болды болғанда сәл кешіксем Жансаяны алып қашан деп тұр. Сол уақытысында барып сарт еткізіп тұрғанарды. Красавчик досым. Үшеуін үш жаққа құлаттың деші. Шлеу ондай емес енді. Мен деген Миткон Чакраборти емеспін ғой. Ана одалар тимей жатып ұша беретін бар ғой. Сол. Түсініп тұрмын ғой, брат. Берем дедім ғой мен, берем. Шын айтам, жігіттер. Брат, берем. Жоқ. Жоқ, брат, түсініп тұрмын. Маған 10 күн уақыт беріңдерші, 10 күнде қойып берем.
Шын айтам, мені де түсіндірші. Осы соңғы рет уәде берген. Я, берем, брат, қайда кетем мен? Шынымен айтам. Я. Я, түсіндім. Не проблема, досым. Түрің әбіршіп кетті. Біреулерге қарыз болған болсам, мазаны алып қойды кәдімгі. Не істерім білмейді. Көп дегенде $5000 шамамен 2,5 миллион теңге. Не істедің енді? Өй, қош, өзім ғой, жап-жақсы жүргем, ойнап, былай, кішігірім. Өткенде 2 минуттың ішінде 450 мың көтерем ғой. 2-ақ минуттың ішінде. Казино ма? Жоқ досым, казино емес, біздікі кішігірім, мандай, футбол, теннис деген сияқты ғой. Игроксың, брат. Құдай-ақ, онда емес досым, сен дұрыс түсініп тұрған жоқсың. Лудомания. Жоқ досым, сен дұрыс түсініп. Лудомания ол ауру. Бір қызығына кірсең шыға алмайсың. Мен Америкада жүрген кезде казиноның қызығынан шыға алмай қалғам. Енді міне Қазақстанға келдім. Уақытында қоймасаң қиын, брат. Досым, шынымды айтайыншы. Жаман түсініп қалма, енді келіп жатсың ғой Америкадан, шет жақтан, бірақ көмектесші маған, досым. Қазір сенен басқа айтатын ешкім жоқ. Шын айтам, досым, мен 1 айдың ішінде саған қойып берем. Саған ол ақша түк емес шығар, түк емес дегенде қалай болсын, мен 1 айдың ішінде уәде берем, досым. Өтініш, сенен басқа ешкім жоқ. Қазір кімге айтатынымды білмеймін, жан-жақтан қысып жатырмын мен. Шынымен айтам. Өзім түсінбей кеттім не болған. Жаңа хабарласқан адамдар бар ғой. Жайдан жай сөйлесетін адам емес, түсініп тұрсың ғой. Қатты қысып жатырмын. Мысалы, бірақ 1 айда қойып берем. Полицияға звондасың? Емес, олар бізге көмектеспесе не қылып жүр? Қайдағы полиция? Олар мені қолымнан майыстырып алып кететін жағдайда тұрмын, түсінші. Сенен басқа ешкім жоқ. Берші бір теңге. Түсінесің бе? Мамамды да ойымдап тұрып. Білесің ғой, денсаулығы нашарсыз қазір. Мына менің қарыздарымды естісе, жүрек тоқтап қалатын шығар. Білмеймін, не болып кеткен, бәрі жан-жағынан қарбаласып, мүлдем түсінбей кеттім. Жігіттер, не болды, тұрып шықпа? Жай. Өмір жайлы сөйлесіп тұрғанбыз ғой. Қыздар күтіп отырмын. Ризат, ертең ақылдасамыз. Қазір кеттік, шай ішейік. Жүрсің. Тыңдап тұрмын. Амансыз папа? Бекзат үйде ме? Жоқ. Сендер кімсіңдер? Достары боламыз. Ол өз қайда? Білмейді екем қайда екен. Мен оның достарының бәрін танимын, бірақ сендерді білмейді екем. Апа, қысқасы ол бізге ақша қарыз. Ақшасын қайтарсын. Ақша қарыз дейді? Қанша қарыз? Егер 5-10 мың теңге болса, онда мен ақ бере салайын. Қарызы көп. Оған сіздің пенсияңыз да жетпейді. Біз ескертуге келдік. Енді ескертпейміз. Балаңыз
достарымызға айтыңыз. Қашып жүре бермесін. Аямаймыз. Алло. Алло. Ау, мам. Балам. Қайдасың? Жұмыстармен жүргем ғой. Не болды, тыныштық па? Тыныштық болса мазаламайым ғой мен сені. Жаңа бір-екі адам кеп кетті. Сенің достарың біз дейді. Мен сенің достарыңды танимын ғой. Бірақ та мына адамдардың түсі суық. Танымаймын оларды. Сен олардан қарыз ақша аласың ба? Жоқ, танымаймын оларды. Алаяқтар шығар көп қой неше түрлі. Осы сенің бір нәрсеге ұшырайма деп қорқамын. Мам, ойымдағаншы. Әйтеуір абайлашы, балам, абайлашы. Жарайды. Жақсы, абайлап жүр. Қаршы. Сосын өзім хабарласам. Алло. Қалайсың досым, амансың ба? Жақсы аман, сен не ғой? Кеше ақылдасамыз деп едің ғой, соны сұрайын деп едім, қашан ақылдасаламыз? Қай жерге? Болды досым. Қазір барам. Давай, аха. Сол жерде бәрі реттеп қоясың ғой. Ұсталып қалмашы ешкімге. Қасындағылар оны ұстық. Әрсен? Қалайсың досым? Бека келдің ба? Қалайсың? Жақсы брат. Ертең сол жерде ұмытпашы. Кел отыр. Қалайсың? Жақсы досым, өзің қалайсың? Әрсен? Досым. Бар үмітім сенде болып тұр. Жаңа мамам хабарласты да айтып жатыр. Үйге белгісіз адамдар келіп мені сұраған екен. Танисың ба дейді. Сен не дедің? Не деймін, брат? Танымаймын дедің. Танымасаң танытады. Артығы мен сығы болады. Не істейін енді досым? Білмеймін, қайда баратынымды, кімге хабарласатынымды, кімге жолығатынымды барлығы жан-жақтан қызып кетті. Өзім түсінбей жүрмін досым, шын айтайын. Әкем де маған қырсығып жүр. Америкадан оқымаймын деп келген соң, өзгеңді өзің көр дегендей болып жүр. Бірақ бір ұсынысым бар. Қиын емес саған. Үйреншіктірлігің, жұмыс істеп жүрсің ғой? Досым, айта бер. Мен жасаймын ғой, білесің ғой. Сен ана пырылдағымен пицца тасып жүрсің ғой? Доставка ғой. Доставка. Мен саған кішкентай пакеттегі заттарды беріп отырам.
Мен айтқан жерге тастап отырасың. Болды досым, жасай берем ғой. Не бірақ кімге беру керек? Кімге емес, қайда? Артық сұрақ қоя бермеші. Главное, ешкімге ұстамау керек. Ешкім көріп қоймау керек. Болды ма? Болды досым. Кез келген жұмыс жасай берем. Ештеңе кедергі емес маған. Бірақ ең бірінші қарызым жауап алсам болды. Қарыздарың жауап берем. Сен маған 2 ай тегін жұмыс істейсің. Жарайды досым. Келсем. Доставка. Келістік қой. Келістім досым. Рахмет досым. Жақсы. Құтыш. Ішіп же дегендей. Жарайды досым. Мен заказдарымды жасай берейін. Хорошо. Рахмет. Жақсы, брат. Жолың болсын. Байқап жүрші. Болды досым. Please, Lord, give me a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. Yeah. There's no mercy in this world, just hunger-thirsty persons in different versions, each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your own tissue. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. That's it, the end of the song. Next time you'll sing along. Trust me, there's nothing wrong. I just need to carry on, cause society's a myth put there to make you sit. Listen to what they give. Don't ask questions, shut your lid. Yeah, don't ask questions, shut your lid. I need to run away from this and go get off the grid. Feel like my brain is overloaded, man, I'm losing it. Don't let them tell you what to do, man, they don't know shit. Қалайсың досым? Қалайсың Радай? Жақсы амансың. Жодам, тыныш па бәрі? Тыныш қой. Сен красавчик. Қарызың біразын жауып тастапсың ғой. Бір $1200 қапты. 1200 дегенде. $1120 қалды дос. Мен бәрін жазып жүрмін ғой. Есептес дос, айырылмас дейді. Все, родной. Ары қарай жодам. Жалғастырасың ба?
Қайдам? Жалғастырасың ба дегенде, короче, өткенде ЖД вокзал жақтан полиция ұстап алады ғой. Қойш, сен түрің подозрительный деп қалтамның бәрін тексеріп, зәремді алып, мен қорқып қалдым содан кейін. Енді родной болмай жерден нан жоқ қой. Риск благородное дело дейді. Зато қарызың жауып аласың. Ана, қайсы бір мультфильм бар еді ғой? Қошқар мен Текеде ма? Кім тәуекел етпейді, сол арманына жетпейді. Сол сияқты ма? Сізге романтика жетіспейді, брат. Романтикасын білмеймін мен. Жүрсе кеттік, қойсай мұнда. Кофе ішейік бар. Сөйтеміз, ә? Тұра берсін. Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. That's it, the end of the song. Next time you'll sing along. Trust me, there's nothing wrong. I just need to carry on, cause society's a myth put there to make you sit. Listen to what they give. Don't ask questions, shut your lid. Yeah, don't ask questions, shut your lid. I need to run away from this and go get off the grid. Feel like my brain is overloaded, man, I'm losing it. Don't let them tell you what to do, man, they don't know shit. Самал, сен киімдерін көрсетілімі қашан еді? Келесі сәрсенбіде көрме орталығында болады. Келесің ғой, Иә, неге бармайым? Бұйырса сенің өз сән салоның болады, өзіндік бренд қалыптастырасың. Былайша айтқанда, атақты дизайнер боласың ғой. Бұйырса, Арсен. Айтпақшы, мен жастарды қолдау грантына қатыссам деймін. Қазір жастардың көбісі сол грант тұтып, өз істерінің маманы болып жатыр. Менің құрбым бар ғой, 5 миллион грант ұтып, керамикамен айналысып жатыр екен. Ресейден пеш алдыртыпты. Жасап жатқан бұйымдарын көрдім. Керемет. Жақсы. Самал, бұйырса, мен саған сән салон ашып беремін. Соның қақ шекесінде Самал Фэшн деген жазу тұрады. Керемет емес пе? Әрине, ниетіңе рахмет, Арсен. Бұл менің бала кезгі арманым ғой. Енді арманымды орындауға мен көмектесем. Бұйырса, қазақстандық киімдерді әлемдік брендке нақыштайтын боламыз. Солай ма? Әрине. Тоқташ, сонда сен сөздеріңе қарасам, біз болашаққа деген жоспарымызды екеуміз құрамыз ба? Иә. Қош? Самал, енді менің жүрегім таңдау сенсің ғой. Бұйырса сені әке шешеме өз қалыңдығым ретінде таныстырсам ба деймін. Ата-анаммен? Иә. Ол қалай болар екен? Негізі бар ғой, мен де сенің атам Арсен. Бірақ екеуміздің достығымыздың махаббатқа ұласатыны біртүрлі бір түсініксіз болып тұрғаны. Негізі мен сені 6 сыныптан бері ұнатқам. 6 сыныптан? Иә. Неге соны ертерек айтпайсың? Самал, бұйырса сенің сәрсенбідегі кешіңе мен әке шешеммен келем. Жарай ма? Ой, қош Арсен. Ұялам ғой мен. Олар да көрсін келіндерінің қандай пысық, талантты екен. Келсесің ғой? Жарайды ендеше. Негізі біздің қазақтың ұлттық киімдері өте әдемі, иә? Қараш, жастарға да қандай жарасымды. Тыңдаш. Біздің ұлдың таңдауы осы қыз болады болса, таңдауы жақсы екен.
Келісесің ба? Әкесіне ұқсағанда. Дизайнер, модельер, осындай керемет киім үлгілерінің авторы Самал Бейсейтова. Қарсы алыңыздар. Өнерлі қыз екен, әрі әдемі. Біздің келін болуға әбден лайықты. Бүгінгі шарамызға әкімдіктің өкілі Әміртаев Азат мырза келіп отыр. Сол кісіні доғыл шапалақпен ортаға шақырайық. Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Расында бүгінгі көрсетілім заманауи үлгідегі ұлттық киімдеріміздің жаңғыру десек болады. Күнделікті осындай ұлттық киімдерімізді жұмыста, көшеде, түрлі осындай іс-шараларда киіп жүретін ұлттық киімдер бренді қалыптасып жатыр деп ойлаймыз. Жастарымызға қазақы ой-өрнек үлгілермен элементтермен үйлескен жаңа үлгіні ұсынып отқан Самал ханым сізге алғысымызды білдіреміз. Осы бақытыңыздан қайтпаңыз, ұлттық өнер жолында, дамыту жолында еңбек ете береді деп сенеміз. Біз мемлекет тарапынан да сіздей өнерлі жастарды әрдайым қолдау мақсатында түрлі гранттарды бөліп отырмыз. Соның бірі жеңімпаз өзіңізсіз, құттықтаймын. Енді құрметті көрермендер, сол гранттың иегері ретінде сертификат тапсыруға рұқсат етіңіздер. Құтты болсын. Жақсы, рахмет. Біз сыртта күтеміз. Сіздерді. Саламатсыздар ма? Мам, пап, таныс қойыңыздар, Самал. Қуаныштымыз қызым. Танысқаныма өте қуаныштымын. Мен де. Киімдерің әдемі екен. Осы мағанда әдемі бір жилетка тігіп бересің осы. Рахмет, әрине тігіп беремін. Если келіндеріңіз болса, әлі оны тігіп береді ғой. Несі бар оның? Иә. Өнерің өрге бассын, қызым. Рахмет, аумин. Онда неге тұрмыз? Бір жерге барып, Самалдың сертификатын жумаймыз ба? Ой, сенде. Балам, саған жуу керек болса болды да. Өздерің жуа беріңдер. Біз мамаң екеуміз қайта берейік. Иә. Сосын мына балаға қарайлап жүр. Өте тәрбиелі қыз екенсің. Айтсаңыз болды. Жарайды онда, жақсы қарағым. Аха, жақсы, сау болыңыздар. Абайлап жүрдер. Сау болыңыз. Анаң сондай ақ жарқын кісі екен, ақ көңіл. Ал әкеңнің көзқарасы сәл қаталдау ма? Не айтар екен деп қобалжып кеттім ғой. Жоқ. Бәрін көрдім. Жақсы келін болатынды сезіп тұр. Өнеріңді көрді. Папам есінде сені ұнатпаса, бұлай айтпайтын еді. Менің тәрбием туралы. Иә, айтпақшы маған сен тәрбиелеп жүрсің деді ме қалай? Сен бастамашы. Кет, бір жерге барып отырып шай ішіп. Кеттік. Бөлімшеге барып құжаттарды дайындаймыз екен. Тоқта жігіт. Не істеп жүрсің мұнда? Жай көпірден өтіп бара жатырмын. Тоқта. Сұрақты біз қоямыз. Құжаттарың бар ма? Бар ғой, иә. Әкелші телефон. Жоқ, өшіріп тастамақшысың ба? Көрсінші. Қазір тоқта. Аш. Тоқта! Тоқта деме! Тоқта, иә! Сен, машинаға бар. Кага, братишка! Амансың ба, братишка! Тиспет, озамандар, қашынар. Қаша тұрыңдар. Рашидова Жансүгірова қиылысында мопед жүргізушісімен жол апаты орын алды.
жедел жәрдем жіберіңдер, тез арада. Обал болыпты ғой, жас бала екен ғой. Құлыным, көзіңді ашы, құлыным. Көзіңді ашы. Апа, сабыр етіңіз, бәрі жақсы болады. Қалай сабыр етем? Қаншама рет айттым, жолама ойынханаға деп. Әбден құмар ойынмен ауырып тынды. Өткенде үйге бір түрі суық адамдар келіп, балам қайда деп қорқытып кетті. Енді міне полиция келіп, балаң есірткі сатты дейді. Құлыным-ау, әкең болса мұндай болмас еді ғой. Досым? Құлыным. Мен дәрігер шақырып келейін. Жаным, құлыным, жарығым, көзіңді аштың ау әйтеуір. Құдайға шүкір, Құдайға шүкір, шүкір. Мен қайдамын? Анашым, мені кешір. Кешірім ғой, балам, кешірмегенде қайда кетем? Құдайға шүкір, көрер жарығың бар екен, шүкір. Шүкір. Балам-ау, тағы не бүлдірдің? Сені полиция іздеп жатыр ғой, полиция іздеп жатыр. Жыламашы, анашым. Мен саған уәде берем. Енді ешқашан ренжітпеймін. Жаным сол, жаным сол. Өз-өзіне келді ма батырымыз? Келді, шүкір. Саған әлі қозғалуға болмайды. Екі тізеңде жарылған. Дәрігер, мен жүре аламын ғой. Екі тізеңе де металдан диск қою керек. Егер операция сәтті аяқталса, әлі ақша алып кетесің. Сіз де уайымдамаңыз. Досым, қалың қалай? Аслан. Ау досым. Арсен қайда? Арсенді қамап қойыпты. Не үшін? Есірткі таратқан үшін. Қазір уақытша қамауда. Қасына есірткі тасығандарды іздеп жатыр. Досым. Тыныштал досым. Неге? Досым, саған қозғалуға болмайды. Қоя қой. Құлыным, сабыр ет. Ол досым. Бәріне өзім кінәлімін. Өзім. Досым, саған қозғалуға болмайды. Иә, құлыным. Тыныштал досым, сабыр ет. Қоя қой. Мен еш түсінбедім. Саған не жетпеді, айтшы. Сенің мен білмейтін тағы қандай сырларың бар, Арсен? Кешір алсаң, кешірші. Кешірмесең де өкпем жоқ. Өзім кінәлі. Жоқ, біздің алға қойған мақсаттарымыз, жоспарларымыз ше. Мен саған сендім ғой, Арсен. Мүмкін сенің маған деген сезімдеріңде жалған шығар. Самал, мен саған деген сезімдерім шынайы. Мен соны Америкада жүрсем де өзімді ойлап сағынып жүрдім. Бұл істеріңді де, бұл тірліктеріңді де сол жақта жүріп үйренген боларсың мүмкін. Жаманнан жиренуге емес, үйренуге бардың ба сонда? Жаздым, жаңылдым, иә. Тек сенің маған деген сезімдерің суымасыншы. Самал, мен барлығын реттеймін, өзгерем. Сенші маған? Жоқ, Арсен, сен тек мені емес, әке шешеңді де алдадың, білесің бе? Осы уақытқа дейін жақсы адамның маскасын тағып жүрдің. Сенің бұл ісің дұрыс болмады. Сен дұрыс емес жолды таңдадың, Арсен.
Енді біздің жолымыз екіге айырылады, біз бірге бола алмаймыз. Тоқташы Самал. Мен барлығын өзгертем. Өзімді өзгерем, маған сенші. Өмірде қателеспейтін адам бар ма, айтшы. Так, уақыт болды. Қош бол Арсен. Самал. Ей, Аслан, не болды саған? Бәрі дұрыс. Тоқтат. Көңіл күйің жоқ қой. Кешіріңіз ағай. Өз-өзіміз ұстай алмаймын. Ондай бәрімізде болады. Бірақ сабыр сақтау керек. Бокс деген саған ол жұдырығыңды алып, біреудің тұмсығын бұзу емес. Төзімділікпен шыңды алып, өз-өзін тәрбиелеу. Ағай, сонда не? Біреу тисе қарап тұру керек па не? Жоқ, орнына қою керек. Бірақ өздігінен күш қолданып емес. Жай ғана сөзбен түсіндіру арқылы ғана. Көңілсізсің ғой? Не болды, ауырып отырсың ба? Ағай, бала кездегі бір досымыз қазір істі болып қамауда. Бір жағынан сүйікті қыз тастап кетті. Ол жігіттің өзі кінәлі. Өмірде екі жол беріледі. Таңдау өз қолында. Жаман жол таңдасаң, қиналасың, сүрінесің, өмірден сабақ аласың. Әрбір істің шешетін екі жолы болады. Түсіндім ағай. Дұрыс таңдасаң, алға жылжисың. Яғни жолың ашылады. Сен де өмірде өз жолын таңда. Түсіндім аға. Қадіріспеуге тырысам. Тұр, тізер көп жасайық. Тоқташ. Барғанда не айтамыз? Білмеймін. Арсенді кешір дейміз ба? Енді екеуміз олардың достары емеспіз бе? Екі ұрысқан жанды татуластырсаң сауап болады. Арсен түрін көрдің ғой, өмірге түңіліп кеткен. Жығылған үстінен жұдырық болды бұл да. Мына Самалды бір қарсық. Жоқ, Самалдікі дұрыс деп ойлаймын. Егер екеуміздің арамызда дәл осылай болатын болса, мен де сені кешірмейтін едім. Ha? Не істедің? Қой, ей! Рас айтасың ба? Иә. Мен бірақ бар ғой, ондай жолға бармас едім. Міне, кеп қалдық қой. Қазір сен бірінші басса, жарай ма? Жоқ, сен өзің бастай бер. Жай мен деп көңіл күйіне қарап айтасың ғой. Түш кет. Барған соң көреміз, Мыналар күшті болып шықты ғой. Қалайсың, Самал? Сәлем. Жақсы көріңіз. Самал. Ау? Іске сәт. Рахмет, Аслан. Мынау алдында айтқан ескіздер ма? Иә, мына жерін сәл-пәл өзгерттім. Жақсы шыққан сияқты да? Самал. Сен Арсенге ренжіп қапсың ғой? Арсенді маған вообще айтпаңдаршы. Немесіне де осында сол жіберді ма? Жоқ, ол не дегенің? Әдемі екен. Сендер барлығын өздерің білесіңдер. Бірақ ол өкініп жүр екен. Өкінсе өзінен көрсін. Маған не дейсіңдер? Екеуміздің арман мақсаттарымыз көп еді. Бәрін бытшын шығард. Самал, енді өзің білесің ғой. Өмір болған кейін қателесеміз. Сол қателік арқылы сабақ аламыз өмірден. Сабақ алса жақсы ғой, Аслан. Бірақ ары қарай ақшаның жолын қуып құнығып кетсеш. Иә, құнығып кетеді. Егер сен оны үміт ойламасаң. Самал, біз айттық, қалғаны өзің шешесін. Ең бір айтарым, Арсен жаман жігіт емес. Жансая, жүр қайтайық. Бұл әдемі екен.
Адвокатпен сөйлестім. Жазасын барынша жеңілдетуге тырысамыз дейді. Сол шетелге оқуға барғысы келген жоқ еді. Өзіміз қолдан құрттық. Қойшы жарайды, сол жақтан аман есен келгеніне шүкір. Енді қайдан білек бұндай боларын? Гарвардта оқып, жақсы маман болсын дедік. Ана қызы да өкпелеп кетті. Жап-жақша сыпайы, өнерлі қыз еді. Бірақ негізі мамандық бойынша баламмен де ақылдасқан дұрыс-ау. Өз мамандығын сүйген бала ертең іскер азамат болады. Ана Қайрекеңнің баласы. Жоғарғы оқуын бітіріп келіп, дипломын әкесін ала тастап, міне сіздердің дипломдарыңыз. Бұның маған түкке де қажеті жоқ. Бұл мен жақсы көретін мамандық емес депті. Бала менде ақылдасқан дұрыс-ау. Енді біз де өз қателігімізді қайталамайық. Балалардың таңдауымен, ойымен санасқан дұрыс. Әрине, ештен кеш жақсы. Қой, үйге қайтайық. Күнсіз болмас дүние, түнсіз болмас. Түнсіз болмас дүние, түнсіз болмас. Ғашықты қуаныш боп сезінгенмен, махаббат ешқашанда мұңсыз болмас. Келе жатыр. Бұл біздің өміріміздің жаңа таңы ғой. Жоғарға барып көрейікші. Кет. Болсаңдар істес. Сауал қараш. Біздің өміріміздің жаңа таңы атып келеді. Енді өміріміздің жаңа баспалдағын сүрінбей өтейік. Әкел қолымды. Енді сүрінбейміз. Қандай керемет, я? Қыздар, жігіттер, мына таң біздің болашағымыздың таңы. Я, дұрыс айтасың. Өмір жолында қателеспеу үшін таңдауымызды жасауымыз керек. Дұрыс қой. Әкеліңдерші қолдарыңды. Я, таңдау өз қолымызда. Болашағымыз жарқын болсыншы. Достар, бәріміз бірге айтайықшы. Таңдау өз қолымызда ғой. Қане бірге? Таңдау өз қолымызда! Сәлем! Ана, күн шықпа мөлдірі өз болады.